Üstümüzге қызыл футболка киіп алдық, қызыл түсте. Болсаңдар, подсказка берейін ба? Подсказка берейін ба? Подсказка? Иә. Подсказка? Иә. Бұл не? Шешімін айтайын ба дегенім ғой, шама жақ. Мә, өлтіресің ешік. Үстімізге қызыл футболка киіп алдық, қызыл түсте. Нала ана жерде диванда секіріп жүр. Альфикошты жылатып қойды маяқта, иә, Альфикош, иә? Қазір енді бір күшті ойын ұйымдастырайын жатырмын. Қарасаңдаршы, балалар, келсеңдерші. Мұнда келсеңдерші. Келіңдер. Нашко кел. Насылшақ кел. Мына ойыншықтарды көріп тұрсыңдар ма? Мына қараңдар. Осы ойыншықтарды қазір мен мына үйдің, яғни осы бөлменің бұрышына тығатын болам. Сендер соны өздеріңнің тапқырлықтарыңмен табуларың керек. Жарай ма? Иә. Бірінші, Альфикош өзі қазір сендермен ілесіп жүріп түсіндіріп алар, иә? Бірінші біз қандай ойыншықтар табу керек екенімізді танысып алайық, иә? Бірінші, мынау қандай? Пони, иә? Пони. Одан кейін бізде доп. Сосын? Иә, қуыршақ. Сосын? Сосын? Машина. Содан кейін? Иә, адам. Тағы да машина. Ара. Сосын? Иә, баса. Иә, және ұсақ ұшақ. Кішкентай машина. Нандай кішкентай машина. Тағы. Сенден істеулерің керек? Табу керек. Назышақ түсіндің ба ойын ережесін? Ендеше бастаймыз. Ол үшін сендерді мен басқа бөлмеге шығаруым керек. Жоқ, мына бөлмеге шығасыңдар. Бол. Альфикош жүре берсін менімен бірге. Бұл түсінбейді әлі, иә? Енді қарамаңдар, ержігіт, яма? Ал, достар, мен деген тұғуды бастайын деп жатырмын. Бірінші себетімді мына жерге қойып қояйын. Қазір тапқан ойыншықтарды осының ішіне салатын болады. Так, мына жерде мен бастаймын. Бірінші доптан бастаймын. Допты қай жерге тықсам болады. Қас. Күштің қолына бере тұрайын, пока что жыламаш үшін. Мен мына қуыршақтан бастайын. Альфи, өзің алшы. Қуыршақты мен мына перденің артына тағайын. Осылай жауып қояйын бетін. Келесі менде осындай ұсақ машиналар, мен бұларды әр жерге қоюым керек. Сол себепті мына телевизордың, мына ержігіттің оқитын қағазы тұр. Оқитын астына қойғым келіп тұр. Әлі болған жоқпын. Парақтың астына қояйын, білдіртпей. Осылай көрінбей тұр. Келесі бізде так, мына араны мен көрпешенің астына жасырайын. Так, мынаны былай қоям. Ойына жатпай қалды. Сосын үстіне көрпешені қоя салам былайына. Сосын. Так, мына машинаны мен, үлкен машинаны алайын. Үлкен машинаны мына диванның астына жасырайын. Астына жасырып қойдым. Сәл-пәл әрірек қоямыз. Сол кезде алыстан білінбейді. Так, шананы былай жашта салайын. Қызылорданың қарыны жоқ болғаннан кейін шанасын үйде ойнаймыз. Так, келесі бізде мынаны мен мына жастықтың артына тағайын. Сосын мына машинаны қайыққа тығам екен. Мына машинаны мына жастықтың артына тағайын. Мына жерде тағы екі, мына үшеуін бірге тағайын. Жоқ, бірге тықпаймын. Қазір мына екі машинаны мен мына планшеттің астына тығып қоям.
болды. Білінбей тұр. Білінбей тұр. Келесі мынаны. Мен... Так. Мына сөмкенің қалтасына тығайын. Ержігіттің сөмкесін. Қалтасына тық қойдым. Машина бізде. Мынаның астына тыға салайын. Ой. Жерге тық қойдым. Көрінбейді. Көріңіздер ғой, көрінбей тұр. 2 ойыншық қалды. Осы 2 ойыншықты мен қайға тығуым керек. Так. Мынаны мен мына терезенің алдына қояйын. Шыға тық қойдым. Ал мынаны мына аяғына қойып қояйын. Бізде білінбейді. Сосын бізде... Не істедің сен? Шашың бәрін шешіп тапсың ғой. Сосын бізде мына ойыншық бар тұғын. Оны мынаның астына қоя салайын. Мынаның астына қоя салайын. Неге шештің носкиіңді, а? Неге шештің? Шашының бәрін неге шештің? Көрініп қалайын деп тұр. Топты былай итере саламыз. Ал, болды, кіріңдер ал. Кіріңдер. Ал, көрейік сендердің тапқырлықтарыңды. Кәне, таба аласыңдар ма, таба алмайсыңдар ма? Ол допты тыққан жоқпын мен. Ал, тапқан нәрселерді мынаның ішіне саламыз, мына қораптың ішіне. Таптың ба? Мына үлкен камазды тауып алды. Ержігіт үлкен камазды тауып алды. Сөйтіп алынбайтындай қылып қойғанмын ғой. Так, сол жерге жинаймыз, я? Бұны бұлай қойсай. Давай, тап, бол. Қарасай сен, мен демей. Жан-жағын қарасай. Кәне? Вау, Назылшақ пони тапты. Жарайсың, Назылшақ. Молодец. Таптың ба? Молодец. Мә, жылдамсыңдар ғой. Кәне, Назылшақ. О, менің ең қиын тық қойған жерімнен тауып алдың ғой. Сен таба алмай қалып шығарсың ол жерді. Ана ненің ішіне сала ғой. Келесі. Тағы да ойыншықтар көп әлі. Мынау біреумен сөйлесіп жүр. Таба алмай жатсыңдар ма? Назылшақ араны тапты. Жарайсың, Назылшақ. Қане, бесті бер, Нашко. Таптың ба? Молодец, қане, бесті бер. Сен де бесті бер, қане. Ой, молодец. Қане, қоқ қойындар. Екеуі бірдей тапты, я? Кім тапты оны? Қалай тапты? Қалай табылды? Планшетті жылжытып бедің? Планшетті жылжытып бедің? Планшетті жылжытты, бірақ өзі байқамаған ғой. Көріп қалды ма? Мә, бірден 3 бинго. 3 ойыншықты тапты ғой бірден. 3 машинаны тауып алды. Мынаны да тауып алыпты. Шақты да. Жоқ, оны ашпа. Шле диванды ақтарып кеткен жоқпын енді. Дарарадам. Таппадыңдар ма әлі? Қараңдар. Ненің атын? Таптың ба? Енді, так. Дұрыс, енді 2 кішкентай машина қалды ау деймін. Бәрін таптың ғой, молодессің ғой. Енді 2 кішкентай машинаны тауып алыңдар. Жоқ. 3 ойыншық бар екен. Біреуі адам ше, бағана бала сияқты ше. Сосын 2 кішкентай машина. Назылшақ, ана сумканы қарап отыр. Мына жақта жүр, топпен ойнап. Көрсе көр.
Kör бар ма екен, kör. Бундук. Бұл жолы тыққан жоқпын сумкаға. Бәрін оңай қылады деп ойлап па едіңдер? Машинада болады. Машина таппай жатсың ба? Соны табу керек соны. Не туын? Шашпай қараймыз. Шашпай қараймыз. Байқамай қалды. Мына мұстар сені алып. Жоқ, ол жерде жоқ, бәрі табылған ойыншықтар ғой ол. Ай. Не болды? Таба алмай жатсыңдар ма? Осы қиындап кетті ма? Жоқ, әжем бөлмесіне кірген жоқпын. Осы жерден тауып алсаңдар әуелі. Ой, әлі таба алмай жатсыңдар ма? Не, мына бір бөлмеде таба алмай жатсыңдар ма? Ондай қатты. Жоқ, әжем бөлмесіне тыққан жоқпын деймін. Тек осы жерлерге ғана тықтым. Әжем бөлмесінде жоқ деймін, апа. Әжем бөлмесінде жоқ. Осы жерді тауып алсаңдаршы, осы жерге тықтым. Бүткіл ойыншықтың бәрін осы жерге тықтым мен. Сия ма? Қайтта апарып қой әжем бөлмесіне, ема? Ержігіт, кілтті әжем бөлмесіне апарып қой қайтта. Біздің бөлменің кілті болып тұрған ғой. Апа, тапсай машинаны. Жоқ, оны бағана шақ тапқан. Әлі табылмай журналар деген. Қиын болып кетті ма? Қиын болып. Қиналып қалдыңдар ма? Арасын қарап отырна. Мынау тоңғайып жүр. Оның астына тығатындай болған жоқ мен. Бұның астына машина. Қане? Бұл өздерің тық болған машиналарың шығар алдындағы. Ондай машина тыққан жоқпын бірақ мен. Жоқ, әлде де екі машина бар. Сәлет қоя сал оны. Қоя сал. Босандар сен, босандар. Подсказка берейін ба? Подсказка берейін ба? Иә? Подсказка? Иә? Шамал, шешімін айтайын ба дегенім ғой, Шамал. Жақ. Мә, өлтіресің ержігіт. Так, сенің планшетіңнің қасында. О, жарайсың азыша. Екеуің төбелесіп қалмаңдар сен. Апара ғой. Соңы соғыс болып кетті дейсің ғой. Ал енді екі машинаны табыңдар. Не қалды? Қараңдаршы, диванды қарадыңдар, астын қарадыңдар, сумканы, терезені бәрі қарап, бұрышты қарап шықтыңдар, көрпенің астын қарадыңдар. Асты алашалатынаны қарадыңдар. Енді не қалды? Осы бөлмеде не бар басқа? Не зат бар? Молодец. Шамал, миларыңды қосу керек еді өстіп. Мә, молодец. Ержігіт пен Назылшақ бәрін тапты, иә? Жарайсыңдар. Болды қойыңдар. Соңы төбелес болып кететін сосы. Афикош, негізі сен ойынға қатысамын деп киініп едің ғой. Не болды мынау ойынға қатыспадың ғой? Мыналардың қызығын қызықтап өттің ба? Афикош, не ойын ойнайсыңдар? Бүгінге осы болады. Месінде қағаз бен суды татайсың. Оны келесі видеоларда көреміз, иә? Ержігіт пен Назылшақтың ойыншықтарды табу сәті сіздерге ұнады ма? Егер ұнайтын болса, лайк басып, комментарий жазамыз және тіркелуді ұмытпаймыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.